Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде бұқа көрсеңіз қалай жорлады. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде бұқаның төменге түсуі келіспеушілікті білдіреді. Түсте бұқа ең алдымен сенімді адам ретінде түсіндіріледі. Өйткені бұқа күшті, күш-қуатты, байлықты білдіреді. Егер өгіз мүйізсіз болса, ол елеусіз, төмен, кедей берекесі кеткен адамды білдіреді. Егер әйел адам өзінің бұқасы бар екенін армандаған болса, күйеуі оған бағынады. Күйеуі армандаған болса, әйел алады. Екі қызы болса, күйеуге береді. Құдіреті бар адам мұндай түсті көрсе, ол күшке ие болады. Егер түс көруші бұқаға отырса, бұл түс одан да күшті белгі. Кімде-кім түсінде бұқаның арқасынан немесе ішінен пышақтаса, немесе пышақ қолданбай өлтірсе, ол адамға әділетсіздік жасайды, сатқындық жасайды, ақшасымен алдайды. Егер біреу бұқаны еті, майы немесе терісі үшін өлтірсе, түс көруші саудагер болса, сауда жасап пайда табу үшін қоймаларын ашады. Бұқа семіз болса, саудасы пайда әкеледі. Ал арық болса, одан шығынға ұшырайды. Түсінде бұқаның үстінде отырған адам бата алады. Егер түсінде бұқа қасқырға айналса, бұл адал әкімнің алдамшы болатынын білдіреді. Егер бұқа адам даусымен сөйлессе, немесе армандаушы өзі онымен сөйлесе бастаса, ол біреумен жанжалдасып қалады. Егер бұқа армандаушыны тістеп алса, ол ауырады. Түсінде бұқа мүйізімен ұрса, мал-мүлкінен айырылады. Егер түс көруші билеуші болса, ол өзінің күшін жоғалтады. Ал егер оның мүлкі де, күші де болмаса, оны тұрғын жерінен қуып жібереді. Түсіңізде бір үйде сойылған бұқаны көрсеңіз, және оның еті бөлінген болса, бұл үлкен адамның өлімі, және оның мүлкінің бөлінуін білдіреді. Ет түс көрушінің қазанына түсіп, немесе оның тамағына айналса, жесе, бұл оның сауабы және мүлкі. Түсіңізде өгіздердің көптігі ел басына дейін жоғары лауазымды иемдену толық мүмкіндік бар екенін көрсетеді. Өгізді мінген адамға Алла тағала мол өнім мен бақыт жібереді. Түсіңізде бұқаны құлатсаңыз, сіздің өміріңізге қауіп төніп тұрғанын ескертеді. Достар, бүгінгі түс жору шығарылымы осымен аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.